6-шы беттегі 3-ші есеп. Салыстырамыз. 500-ді 2-ге бөлеміз, 1000-ды 4-ге бөлеміз. Үстіне мәндерін жазамыз. 500-ді 2-ге бөлсек, бөліндінің мәні 250. Ал 1000-ды 4-ге бөлсек, тағы да 250. Олай болса екеуі бірдей, тең белгісін қоямыз. 7-ші беттегі 4-ші есеп. Шарты. Музейге 40 қыз, 30 ұл барды. Оларды 2 автобусқа теңдей бөліп отырғызды. Отырды әр автобусқа қанша бала? Яғни, әр автобусқа қанша бала отырғанын табуымыз керек. Шешуі 40 қыз бен 30 ұл барды десе, демек екеуін қосамыз. Және отырғызды 2 автобусқа бөліп десе, демек бөлеміз. 2 амал қолданылады. Бөлу амалын қоямыз. 40 пен 30-ның қосындысы, қосындының мәні 70-ге тең. Енді 70-ті 2-ге бөлсек, баған түрінде 70-ті 2-ге бөлетін болсақ, 2 саны 1 таңбалы сан, сондықтан 1 сан ажыратамыз. Яғни 3 пен 2-ні көбейтсек 6, 7-ге жақын сан. Олай болса, 7-тен 6-ны азайтсақ 1, және қасына 0 тіркейміз, 10 болады. Енді 2-ні нешеге көбейткенде 10 болады? 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. Олай болса, екеуі тең, 70-ті 2-ге бөлсек 35. Жауабы 35. Әр автобусқа 35 баладан отырды. 7-ші беттегі 7-ші есептің асы. Шарты. Шоколад 24, мұз кәмпит 30. Әр 6 қорапқа теңдей бөліп салу керек. Осыларды. Саласың қанша кәмпиттен? Шешуі 2 амал қолданамыз. Шоколад пен мұз кәмпит екеуін қосып, 6 қорапқа теңдей бөліп салу керек болса, демек 6-ға бөлеміз. 24 пен 30-ның қосындысы, қосындының мәні 54-ге тең. 54-ті 6-ға теңдей бөлетін болсақ, мәні 9. Олай болса 9 кәмпиттен келеді. Әр қорапқа 9 кәмпиттен саласың екен.